Несие алу үшін ерлі-зайыптының өзара келісімі керек. Қандай сомаға дейін рұқсат қажет болады? Осы туралы айтып өтемін. Тақырып қызықтырса, соңына дейін қараңыздар. Бүгін Сенаттың жалпы ортасында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кредит беру кезінде тәуекелдері барынша азайту, қарыз алушылардың құқығын қорғау, қаржы нарығын реттеу және атқарушылық іс жүргізуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң екінші оқылымда қаралды. Сенат заңның жекелеген баптарын жаңа редакцияда ұсынып, оны мәжіліске қайтарды. Сенаттың қаржы және бюджет комитетінің мәліметінше, банк беретін қарыздар мен микрокредиттер беру кезінде талаптарды қатаңдау арқылы азаматтардың шамадан тыс кредит алуын төмендету ескерілген. Ол үшін заңды кредиттер бойынша 90 күннен астам мерзімі өткен берешегі болған азаматтарға кредит беруге тыйым салу қарастырылған. Сондай-ақ жұбайының келісімсіз кредит беруге тыйым салу шарасы енгізілді. Өтелмеген тұтынушылық кредиттер бойынша мерзімі өткен соң 90 күннен кейін сыйақыны есептеуге тыйым салынады. Ал мерзімді әскери қызметті өткеру кезеңінде қарыз алушыға кредиттер бойынша төлемдерді кейінге қалдыру қарастырылған. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Олжас Қизатовтың айтуынша, заң аясында жұбайының келісімсіз кредит беруге тыйым салу нормасы сақталды. Енді несие сомасы 1000 айлық есептік көрсеткіштен артық болса, оны алу үшін ерлі-зайыптының өзара келісімі керек болады. Сонымен қатар заңды екінші оқылымда талқылау барысында бас комитеттің аппараты бөлімдерінің ескертулері мен ұсыныстарын ескеріле толықтырулар енгізілді. Берген ақпаратым пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.